Тұрар Рысқұлов ауданындағы Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебінен елімізге белгілі небір парасатты саясаткерлер мен зайырлы ғалымдар, дүлдүл ақындар, ұлағат ұстаздар мен ұлт руханиятына өлшеусіз үлес қосып келе жатқан мемлекеттік қызметкерлер білім алып шыққан. Олар осы аталмыш ордалы оқу ордасында білім алып қана қоймай, өмірде өз орны бар айтулы тұлғаға айналған жандар. Бір қуантарлығы, бұл мектептің сол игі жақсылардың жолын қуған жас ұрпақ өкілдері өсіп келеді. Яғни аға буынға артқа алаңдайтындай еш қажеті жоқ. Келешектен үміт күттіретін таудай талабы бар жас өскіннің бірі де бірегейі Нұрлан Нұргерім. Аталған мектептің оқушысы Нұрлан Нұргерім өте білімді әрі білікті. Ең бастысы бабалардан қалған қара сөздің құдіретін жақсы түсінеді. Жас ақынның жалындағы жырларын оқып отырған сәтте менің есіме сөз зергері атанған Ғабит Мүсіреповтың «Қыза жаз, қызыға жаз, қыздыра жаз, қызықтыра жаз» деген сөзі оралды. Сондай-ақ адуын мінезі жас ақынның жырларынан шыншыл Махамбеттің өр рухты поэзиясын байқауға болады. Яғни Махамбет бабамызды жастана оқығаны көрініп тұр. Нұргерім өлеңді жай ғана шығарып қоймай, оны мәнерлеп оқығанның өзі өзгеше. Нұрлан Нұргерім Мақсұтұлы жастайынан кітапқа құмар болып, зерек болып өскен. Ол 10 жасында қолына қалам алып түрлі тақырыптарда жыр жазады. Ең алғашқы өлеңі «Киелі менің құланым». Жас ақынның болашағынан үміт күттірген бұл туындысы туған елге деген сүйіспеншілікті толғайды. Киелі өлкенің дарқан даласында құлагерде ешкімге дес бермей көптеген мүшәрайларда бақ сынап жеңістің тұғырынан көрінді. Әрбір бала жанып тұрған шырақ дейді мектеп педагогтары. Жүрегінде жалыны бар поэзияға құштар жастарды жігерлендіріп отыратын ұстаздың өзі де ақын болуы керек. Ал ақындық кез келген балаға қонып қоймай, өнер қуатын жол. Дарынды ұрпақты даралап, көркем сөздің нәрін сіңіртіп, бойына күш қуат беретін мемлекетімізде көптеген байқаулар мен олимпиадалар өткізілуде. Осындай түрлі іс-шаралардың ақынымыздың бағындырған асулары мен белестері жеткілікті. Атап айтсақ, республикалық, облыстық, аудандық додаларда бас жүлде, бірінші, екінші, үшінші жүлделі орындарды иеленіп, облысымыздың, республикамыздың намысын қорғап, Тұрар Рысқұлов ауданы әкімінің алғыс хатын иеленді. Әр бала болашақта өзі қалаған мамандықтың иесі болғанын қалайды. Осы орайда Нұргерім 3-ші Шерхан оқулары байқауында бірінші орын иеленіп, Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің ректор грантын және Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының мен педагог мамандығын таңдаймын атты олимпиадаға қатысып, жеңімпаз атанып, ректор грантын жеңіп алды. Өміріне азық, көңіліне жайма шуақ сыйлайтын қазақ әдебиетін әлемдік деңгейде шарықтату басты мақсаты. Осындай дарынды оқушымыз Нұрлан Нұргерімге 2020 жылы дарындыға дара жол атты аудандық шығармашылық кеш өтті. Алты алаштың басы қосылса мұғалімдікі деп Мағжан Жұмабаевтың қанатты сөзін өзіне пырақ қып, мұғалімдік жолды таңдап отыр. Болашағына нұрлы жол тілей отырып, биік мақсаттарына жете бер. Алар асуың биік болсын дейміз.